ғой қызым, мен саған бір жақсы әңгіме айтып берейінші. Тыңдайсың ба? Иә. Олай болса, мына домбыраны сенің қарап отырып, мына жерде құлағы жоқ, я өзінің шегі жоқ. Мынаны бір лақтырып тастасам ба деп ойладым. Содан кейін мына бір әңгіме есіме түсті. Айтып берейін саған. Иә. Баяғыда бір келіншек иығына иін ағашын іліп алып, екі шелегін іліп, жағадан үнемі су тасиды екен. Ал оның екі шелегінің біреуі тесік болыпты. Ол тесік шелектен үнемі су ағып тұрады екен. Ол үйіне жеткізгенше, ондағы су ортасына дейін келіп қалады екен. Күндердің күнінде жаңағы шелек өз иесіне былай дейді: менің қандай пайдам бар? Менің пайдам жоқ. Мен болсам тесіппін. Сізге қызмет ете алмай тұрмын. Үйге жағадан суды толық әкеле алмай тұрмын. Сондықтан мені лақтырып тастаңыз дейді. Сол кезде жаңағы иесі ойланып тұрып былай дейді: жоқ, олай емес. Сен өзіңді кемітпе. Ол жерде сен тесік болсаң да, сенен су ақса да, сен жартылай суды үйге әкелсең де, сенің бойында мен гүлдер егіп қойған. Сенің үнемі әр тамған тамшың сол гүлдерді суарып тұрады. Ал гүлдер өсіп, өніп, даланың көркін келтіріп тұр. Ал сен қаншама қызмет, қаншама жақсылық жасап жатқанды білемісің? Сондықтан да бұл домбыраны да лақтырмаған дұрыс шығар. Бұл да бір пайда қалса. Солай емес пе, Айсұлу? Иә.